Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін тағы да Құдай бұйыртса темірге шықтық. Бүгін біз Текелі қаласында мынандай мраморный завод бар. Егер кім білмеген болса, Текелі қаласында сол мрамордан қалған қалдықтарды, мусорларды осы жерге әкеп тастайды. Және біз осы жерді қарайтын боламыз. Және мұнда алғашқы қара темір. Біз Текелі қаласында мен квартирада тұрам, сондықтан жинайтын жер жоқ. Бұл бүгінгі тапқанымыздың бәрін өткізетін боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Видео ұнап жатса, бірақ әлі ұнайтындай ештеңе болған жоқ. Арнадан ауыспаңыздар ағайын. Қазір өткізу процесінің бәрін бөлісетін болам, егер рұқсат берсе түсіруге. Мына жерден бір кабель шығып тұр екен, мынандай тартып шығарсам, алюминий екен, мед екен деп ойлаған басында. Басында ішінде ештеңе жоқ деп ойлағым, өйткені мына жерінде ештеңе жоқ екен. Соны тартсам, мындай алюминий кабель. Сары қартай кеттік, жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біз жоғарыға шықтық. Және ана жерде бір көше кішкентай жинақ қойдық. Төменде кішкене аздаған темір бар, қара темір, және аздаған мед таптық. Екі ескі телефон тауып алдық. Міне Текелі қаласы төбесінен. Ана жерде дачалар, жасыл тау Текелі қаласының. Бізден бұрын жинаған ғой дейм. Ауылдағыдай қаңылтырда жоқ екен мына жерде. Түгі жоқ. Аздаған бір 2 килограммдай ғана шықты қойдым қазір. Мына жерде мынандай электрический приборлар. Латун, патрон, шыбәр айбат сияқты міне қыстаған патрондар, ауылға қораға светтардан. Және кафель жатырғанда бүтін мынандай 20-да қарақ бітті. Тағы не бар? Мына жерде медный проволока таптық. Мыналар латунь болуы мүмкін. Латунь болу керек енді қазір. Онда экономить етіп темір қымаса. Патрондар бәрі. Ястағы ар жақтарды қарайтын боламыз. Шығып атса міндетті түрде түсіріп көрсететін болам. Арнадан ауыспаңыздар. Мына жерде телевизор, системный блок көп бұзған екен. Бірақ түгін қалдырмай бұзғанда да. Және телевизордың қаңқасы, пластмас қаңқалары жатыр. Мына жерде мен телевизордың қаңқалары. Аяқта біреу жатыр. Сол қаңқалар телевизордың. Монитордың көп бұзылыпты. Мына жерде байқасам кішкентай плата жатыр. Не плата екен бұл? Төбі жоқ, жетім плата екен. Бұны да бұзып алып кеткен ғой бұзатын бәрін. Ештеңке жоқ кез. Тағы қарап көретін болам. Шығу керек негізі. Құрметті көрермендер, біз жарты мүшек қара темір. Және қолымда проволоклар, қолым ағаштан шықты. Және мұнда кішкентай сетка шықпай қалды. Ағашқа қатты байланып қалған екен мына проволоклар. Оны балғамен ұрып жатып шығарып алдым. Бұйыртса төмен қартай түсіп бара жатырмыз үй жаққа. Жолда жинап кеткен темірдің бәрін мешокқа салып қайтатын боламыз. Айтпақшы, мынандай мешок кімнің есінде?
Баяғыда осы бала кезде осындай мешоктар еді. Өн жаңа ағаштың сынықтары. Тряпочный мешок. Бүтін мешок екен. Жаңа осы жерін тауып алдым оны да. Теміртауын салға болды. Соны қазір түсеміз. Жабылып қалмаса бүгін бұйыртса өткізіп тастаймыз. Жабыла қоймас ол негізі. Арнадан ауыспаңыздар. Құрметті көрермендер, біз барлық темірлерді тиеп болдық. Бұйыртса қазір өткізуге барамыз. Төмен түстік. Ана жотаң басында бағамыз, ана жотаң басында. Қазір бұйыртса өткізуге барамыз. Арнадан ауыспаңыздар. Қанша шықты, қанша теңге табуға болады, көретін боласыздар. Құрметті көрермендер, біз кеше тапқан мыс. Мына жерде мыс бар. Таза мыстар. Және медный проводтар. Мынандай шашқа арналған құрылғы. Алюмин. Мынандай екі телефон тауып алдық. Nokia. Мынау LG ғой дейміз. Made in India дейді. Мынандай медь. Мынандай медный провод. Платалары бар. Мынандай стеклорез таптық. Стеклорез. Басқа. Мынандай медь таптық. Таза. Мына пакетте медь, плата, медная проволока, зарядка. Мынандай қосқыштар. Сол бар тапқанымыз. Және қара темір таптық, оны өткіздік. 1000 теңге болды, жаңа көрсеткендей. Сол бар тапқанымыз осы. Және мына жерде алюминиевый балкалар жатыр. Мынандай патрондар таптық. Мынандай патрондар. Істемеген үйге барып көру керек, істесе үйдегі қораларға свет тартамыз. Видеоны лайк басып, арнаға жазылып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау саламатта болыңыздар.